Башламыз балалар. Қалдарыңыз саламатсыңдар ма? Қай жер қосылып отыр? Сәкен Мұхамеджан. Сәкен мектебі, Мұхамеджанов мектебі, Саранжипова мектебі қосылмай жатыр. Не болмай жатыр дейді. Интернет болмай жатыр дейді. Жақсы, қалдарыңыз қалай, балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Өткен тақырыпта не өтіп едік? Ал, қосып қойайын ба? Қаттырақ айтайықшы. Арендер, қасиеттері, қолдануы, жақсы. Сәкен мектеп жауап беріп жатыр. Жақсы. Ал балалар, үй жұмысына қайталау тест сұрақтарын орындап жіберейік, е? Көріне ма балалар? Жоқ, тақтадан көріне ма? Анық емес. Ана жерін свет сөндіреміз бөлде. Өздеріңе көріне ма? Үлкейтейін, е, балалар көрініп тұр ма? Үлкейтсеңіз? Үлкейтіп қояқ кішкене. Менің қалай үлкейтсек болады? Балаларға көріну үшін. Нәрден, қатты көрінбей тұр ма? Үлкейтетіні жоқ екен. Нәрде балалар, бірінші сұрақта жазылып тұр. Молекулалық массасы 134, ароматтық көмірсутек. Молекулалық массасы 134. Тез есептеп жүру керек. 1,2 диметил бензол, 1,4 диметил бензол, 1,2 диметил 4 этил бензол, 1,3,5 триметил бензол. Қайсы болуы мүмкін? Бұл жерде барлығымыз бірге отырғаннан кейін топпен жұмыс істеп, е, балалар? Не істеуге болады? Әр қайсыңыз бір-бірден алып, дәптерге есептеп, қайсысы 134 шығарады, сол жаңағы затты атауға болады, е? Бұл жерде міне Сәкен мектебі отыр, Мұхамеджанов мектебі отыр, Саранжипова мектебі отыр. Есептеп жатырмыз ба? 6 литр. Дәптерге есептейік, е? Бөліп алсаңыздар болады. Әр қайсыңыз біреуін алып, қайсы дұрыс жауап, тез жауап беруге болады. Кім бірінші жауап береді екен? Дәптерге жазайық, е, балалар? Егер интернет ұстамай тұрса, Zoom, WhatsApp-қа жібере беріңіздер. Bir 4 dimetil benzol bola ма?
Сіздің жауабыңыз да солай шығып тұр ма? Дәптерге жаздыңыз ба? Қалай жіберемін, мынаның бәрін ана жаққа жібере салайын. Neden gepsiri var? Көрінемін жерде. Көрінбесе түсіріп алып шығара беріңіздер. Балалар есептеңдерші, 12. Барағы шығарайын десем. Жібердім. Tamam балалар. Молекулалық массасын қалай есептеуші еді? МР, иә? Саламатсыз Гүлнар мұғалім, біз енді қосылдық. Сетіп ұстамай. Саранжық мектебі ма? Міне, көрініп тұр ма сіздерде? Тапсырма берілді, мына бірінші арендер өтілді ғой өткенде. Одан кейін қасиеттерін өтілген. Соны қайталау мақсатында бір-екі сұрақты орындап, кейін жаңа тақырыпқа кетеміз. Суретке түсіріп жіберсеңіздер, мына жерде молекулалық массасы 134-ке тең болатын ароматтық көмірсутектерді тауып жатырмыз. Енді сіздерде 1, 2 диметил, 4 этил бензол бола ма? Иә, су. 1, 2 Онда 12 диметил, 4 этил 4 бензол. этил бензол. Тәкенбектер Онда жоқ. 12-ге көбейтеміз, 14-ке қосамыз, сонда 120-ға 14 қосқан кезде 134 шығады. Жақсы, қабылдай береміз ба? Бір жерден қате басып тұрсыздар дейді. 1, 2 диметил, 4 этил бензол. Есептеймін, 134 шығу керек. Қайсы дұрыс шығу? Мұғалім, 1, 3, 5 триметил бензолды көресіз бе? Мәне дұрыс жауап екен, иә? Дәптерге шығардыңыздар ма? Триметил бензол. Саша, еще был. Триметил бензол, иә? Жақсы, ары қарай кеттік. Қандай реакция нәтижесінде хлор бензол түзіледі? Қандай реакция нәтижесінде хлор бензол түзіледі?
Ань, біріншісі өте біріншісін басып көресіз. Сағатта шалты плюс хлоринка дейді. Так, бұл Саранжып мектебі, иә? Жақсы, қабылдаймыз. Иә, Жарайсыңдар. Жақсы, ары қарай кеттік. Басқа мектептер барлығымыз реакция теңдеуін жазып алып, аяқтайық, иә? Дәптерге бүгін сынып жұмысына жазып қойыңыздар. Қайталау сұрақтарын. Ары қарай кеттік. 1,4 диметил бензолдың жану реакциясы теңдеуіндегі түзілетін заттардың формуласын алдындағы коэффициенттерінің қосындысы. Яғни 1,4 диметил бензолдың жану реакциясы теңдеуін не істеуіміз керек? Жазуымыз керек. Түзілген заттардың формулалар алдындағы коэффициенттерінің қосындысын табу керек. Ол үшін реакция теңдеуін бірінші жазып аламыз, иә? Ал тездетейік. Сәкен мектебі, Саранжып мектебі жақсы қатысып отыр, жарайсыңдар. Тақырыпты жақсы түсінгендерің көрініп тұр, иә? Мұхамеджановты Мұғалім 26 шығады ғой деймін. реакция теңдеуін жаздыңыз ба? Кітапқа жіберіңізші. Қазір. Мұхамеджанов мектебінде сет нашар болып тұр. Бізді естіп жатсыздар ма? Мұхамеджанов мектебі? Естіліп жатыр десем. Жауап десеңізші, естіліп жатыр. Естіліп жатса, реакция теңдеуін жазып, коэффициенттің алдындағы. Сәкен мектеп жауап берді, Саранжыпұлы мектеп жауап берді. Ал ашылмай жатыр, жақсы. Сәкен мектеп жіберіп жатыр. Қайсын, Сәкен мектеп айтайық, қайсын белгілейін? Жиырма алты. 26 мұғалім. 26-ны белгілейік. Ашылмай жатыр, сурет жіберген. Жарайсыздар, молодцы. Ары қарай, мынау 4-ші сұрақ. Мына өзгерістегі X заты қандай зат? С4-тен С2H2, С2H2-ден не түзіліп тұр? Соны табу керек. Ары қарай С6H5, NO2 түзіледі. Бензол түзіліп тұр ма? Соңғысы төртінші ғой, бесіншісі ма? X затын тауып аламыз бірінші, иә? Одан кейін барып атын жазамыз. Кім жауап беріп жатыр? Сәкен мектебі ма? Саранжып мектебі. Айгүл. Иә, Бензол болады мұғалім. Сәкен. 6H6. Саранжып мектебі жауап берді, иә? Хорошо, я Айгүл. Жақсы, жарайсыздар. Бұны сразу тауып алуға болады, иә? Болды, жақсы. Ал енді бүгінгі күнді сабағымызды бастайық. Жерге шығып. Сабақтамын, ауыл мектебі. Сен ғана жоқсың, сен көрдің жоқ. Жақсы, слайдтар жасау. Ал көмірсутектер мен олардың туындылары генетикалық байланыс. Тақырып жазып қояйық, балалар. Тақырып жазып қойыңыздар, генетикалық байланыс.
көмірсутектердің туындылары, ya. Жазып алдыңыздар ма? Естіліп тұрмын ба мен? Органикалық қосылыстардың негізгі класстарының генетикалық байланысының сызба нұсқасын құрайық, ya. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Естіліп жақсы. Мгм. Жасалып қойып. Енді қараңыздар, көмірсутектердің арасында қандай генетикалық байланыс бар? Генетика дегенді қалай түсінеміз? Генетика дегенде ойымызға не келеді, балалар? Генетикалық дүниенің толықсыған арқасы. Ал? Тұқымқуалаушылық пен өзгерушілікті зерттейді. Бұл биология. Нені зерттейді? Генетика Генетика деген дегенде, жалпы- вообще ген дегенде не келеді есімізге? Ол туыстық қатынастар зерттейді. Молодец, кім жауап беріп жатыр? Әке. Сәкен Меруерт. мектеп, жарайсыңдар. Меруерт, молодец, умница. Туыстық қатынас, жеті ата, ата баба дегенді есімізге келеді, е? Генетика дегенде, ген деген, яғни не деген сөз? Бір-біріне туыс, яғни бір байланыстың ішінде бір элемент үнемі кездеседі деген сөзге. Бұлай химияға аударатын болсақ, бір элемент үнемі кездеседі. Енді мына органикалық заттар бар, биорганикалық заттар бар. Оның арасында туыстық қатынас болуы мүмкін ба? Әрине. Мүмкін, иә? Өйткені, мысалы, органикалық қосылыстың құрамында не болуы мүмкін? Көміртегі болатын болса, биорганикалық қосылыстың құрамында да көміртегі болатын болса, онда олар не істейді? Генетикалық байланыс арқылы, яғни реакция теңдеулері арқылы ең соңында органикадан неорганикаға шығып кетуіміз мүмкін, иә? Жақсы. Енді қараңыздар. Ойбай, конференция заканчивается деп тұр. Енді көмірсутектердің қандай көмірсутектерді өттік біздер? Ең бірінші басында. Алкандар. Алкандарға қандай көмірсутектер жатады? Айтып кетейікші, кішкене. Алкандар, одан кейін алкандарды қалай атаймыз? Мысалы, Алкандендер. алкандарды атайықшы мысалы. Я, дұрыс айтасыздар. Метан, этан, бутан, я? Ары қарай алкендер. CH4. Екі қос байланыс. Бір қос байланыс. Бір қос байланысы бар. Ен жалғау жалғанады, я? Этеннен басталады, я? Этен, бутен, пропен деген сияқты. Жақсы, жарайсыңдар. Енді алкиндер. Алкиндер. Этен, бутин, яғни үш еселі байланыс бар, я? Ары қарай алкадиендер дегеніміз. Ол екі қос байланыс. Екі қос байланысы ма? Екі диен дегеннен кейін екі қос байланыс бар заттар, я? Жақсы. Бұлардың арасында барлығында не бар? Байланыс бар, я? Ары қарай енді изомерия дегеніміз не еді, балалар? Айта қойды. Бойынша бірдей. Құрам мен қасиеті. Әртүрлі болады. Физикалық, химиялық қасиет болып бөлек.
заттарды сол Олар құбылысты сөз бес сипаттайтын құбылыс ол не дейміз? Изомерлер деп атаймыз, иә? Міне шығарып отырмын. Енді генетикалық байланыс бұл нені білдіреді? Бұл класс аралық байланыс болуы мүмкін, иә? Барлық өтілген осы көмірсутектердің туындыларының байланыстары көбіне генетикалық байланысқа алып келеді, иә? Ары қарай. Көмірсутектің қандай түрлері бар еді бізде? Kanıklan kömürcükler, kanıklan kömürcükler, aromatlı kömürcükler. Мгм. Так, енді тапсырма орындап көрейік, иә, балалар? Қазір. Қазір уақытымыз аз қалды, сондықтан тапсырма орындап көрейік. Мына жерде міне жұптық жұмыс. Төмендегі айналымдарды іске асыруға болатын реакция теңдеулерін жазып көрейік. Мына жерде қараңыздар міне. Этанолдан X1 заты түзіледі. Одан кейін барып, оған немен әсер ететіні көрініп тұр, міне, иә? Алюминий 2O3 400 градуста. Одан кейін калий перманганаты мен су. Одан кейін X2 түзіледі. Сосын H броммен әсер еткенде X3 заты түзіледі. Одан кейін барып этин түзіліп тұр. Одан кейін барып C2H4O түзіліп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Енді қараңыздар. Генетикалық байланыс болғаннан кейін бұл жерде бір зат болу керек, иә? Бір элемент болу керек. Мысалы, барлығында көміртегі болатын болса, ол көміртектер отбасы болады. Көміртек болады ғой, иә? Иә. X-тардан. Жоқ, енді. Жоқ, құрамында көміртегісі бар бір зат керек. Яғни ол көміртектер отбасы болып тұр. Иә. Міне, ең бірінші этанол, ол кім болып тұр? Атасы болып тұр, иә? Одан баласы, немересі, шөбересі, шөпшегінің аты этин екен. Одан кейін барып, кім түзіліп тұр? Қараңыздар. Осы тізбекті енді көрейік, иә? Ал кім жазып болса, мұғалімге тексеріп. Дәптерге суретке түсіріп, бері қарай жібере берсеңіздер болады. Дәптерге. Так, этанол. Мынау этен, иә? Этен. Мына жерде түзіледі. Этеннен кейін H-O, таш, мына жақта. Мынау екі атомды спирті, екі атомды этилен гликоль деген спиртна. Біз бұның бәрін одан кейін оған H бром қосқанда одан кейін диброметаннан этин түзілу керек. Этин мына төртінші мына дибром. Так, этин может так вот смотрите. Этин гидратация. Так, этин может превращаться в этаналь. Этаналь, иә? Мұхамеджан мектеп сіздерде интернет ұстамай тұр ма? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Бірінші, екінші тапсырманы орындадыңыздар ма? Орындап, сосын үшінші тапсырманы орындап жатырмыз ғой жаңағы. Бірінші қайталау сұрақтары болды, иә? Үлгермей қалсаңыздар, өздеріңіз орындаңыздар деп атқаным ғой. Енді мына генетикалық байланысқа міне тапсырма тұр, соның біреуін орындайық. Ары қарай әріптестер кітаптағы тапсырмамен жалғастыра бересіздер.
Саранжев мектеби орындап жатырыкпы? Орындап жатырмыз, орындап жатыр. Жазып жатыр балдар. Саранжев мектебинде 2 ак окушу отурсуздарбы? Иә, бір оқушы. Жоқ. Мухаммеджанов мектеби сиздер түгөлсүздөрбү? Biliyoruz da. Bunu da. Ne kadar işte. Таке Бізде бір мектеп, бала жоқ, Таке мектеби түгөлсүздөр го дейм э? Бир бала жок бір дейсиз. бала жоқ, ауырып жатыр. Ветрянка. Жазып атырмызбы? Болуп калдыкпы балдар?